Аса құрметті Қасым-Жомарт Кемелұлы, мен сізге бірнеше рет ата заңымыздың кепілі ретінде жолдау жолдадым. Бірақ сізге ол жолдау жетпеген болар. Егер жолдау жеткен кезде керекті шаралар қолданылар еді. Бүгін мен үшін ең соңғы жолдауым мен Алматы облысы Талғар ауданының әкімі Әбдіхановтың, Талғар ауданының прокуроры Қыдырбаевтың озбырлығы, дөрекілігі жайында жазғамын. Бұрынғы облыс әкімі Баталовтың атына, одан кейінгі облыс әкімі Бозымбаевтың атына, облыс прокуроры Жылқыбаевтың атына, облыстық мемлекеттік істер жөніндегі департамент директоры Бейсеқұлованың атына. Бірақ ешқандай менің арызым қаралмады, жабулы қазан жабулы күйінде қалды. Одан кейін мен бас прокуратураға, президент әкімшілігіне, мемлекеттік істер жөніндегі комитеттің төрағасы Жазықбаевтың атына да жазылды. Бірақ ешқандай шара қолданылған жоқ. Менің бірінші жазғаным Алматы облысында қаңтар уақиғасы кезінде Алматы облыстық ішкі істер басқармасының басшысының қашып кетуі, одан кейін облыстық КНБ-ның басшысының істі болуы жөнінде барлығымыз хабардармыз. Ал енді Бозымбаевтың, Алматы облысының әкімі өзінің тағын босатуы, біз ойлаймыз осыған байланысты деп. Ал енді осындай шаралар қолданылып жатқан кезде осы қаңтар уақиғасы жөнінде Талғар ауданы неге қаралмайды? Осы сұрақты біз көптен бері көтеріп келе жатырмыз. Біріншісі, қаңтар уақиғасынан кейін Талғар аудандық полиция бастығы жұмысынан босатылды. Одан кейін КНБ-ның басшысы Талғар аудандық жұмыстан босатылды. Ал енді есімізше осы екі лауазымды адамдардың бәрі істі болып жатқанға ұқсайды. Сонда осындай лауазымды адамдар істі болып тексеріліп жатқан кезде аудан әкімі Әбдіханов, аудан прокуроры Қыдырбаев неге тексерілмейді? Егер екі лауазымды қызметкер осы жағдайға байланысты қаңтар уақиғасынан кейін бірден жұмыстан босатылды, ал енді Әбдіханов неге жұмыстан босатылмайды? Өйткені ол бүкіл аудан үшін жауапты ғой. Міне осы қаңтар уақиғасын Талғар ауданы бойынша тексерулерін өтініп бірнеше арыз жаздық, бірақ жабулы қазан жабулы бетінде қалды. Екінші, мына бүкіл YouTube'те, басқа да мына жүйелерде, каналдарда жүр. 7-сі, 8-інде аудандық акиматтың ішінде автомат немесе мылтық асынған адам жүр. Аудандық акиматтың ішінде. Сонда бұл қалай? Сіздердің іздеп жүрген террористеріңіз аудандық акиматтың ішінде жүргені ма? Ол не қылған адам? Мылтық асынып жүрген, қару асынып жүрген адам кім? Біздің топшылауымызша ол қашып жүрген террорист болуы мүмкін. Ал енді осы жағдай неге тексерілмейді? 7-сінде, 8-інде Панфилов сельский округынан машиналар тоқтатылып, о жерге пост қойылады.
Панфиловский округінің адамдары өздерінің күшімен пост қойып, машиналарды тексере бастайды. Сонда қара джипті тоқтатады. Қара джиптің ішінен шопырын түсуін өтінеді, шопыры шықпайды. Жанында отырған адам, мен Әбдіхановпын, аудан әкімімін дегендей сөз айтады. Сонда тексеріп жатқан қызметкерлер, аудан әкімі болсаңыз, барыңыз да айтыңыз жаңағы поста тақ тұрған кісілерге деп, ол дегеннен кейін машинадан шығып, келіп өзінің удостоверениесін көрсетіп, аудан әкімі Әбдіханов деген удостоверениесін көрсетеді. Сонда ол сол жерде тұрып, өз-өзін суретке түсіріп, міне біз мынандай пост жасадық, мынандай іс атқарып жатырмыз дегендей, жаңағы Фейсбукке, басқаға да нелерге өзін суретке тақ түсіріп жібереді. Сонда сол жерде тұрған жігіттердің барлығы сомнение болады, бұл аудан әкімі ме, әлде бұл кім деп. Егер аудан әкімі болсаңыз, сіз бізбен бірге жүріп шай ішіңіз дейді, ол кісі бармайды. Сол машинаға отырғаннан кейін ішін барып қараса, ішінде спортивкада 2-3 жас бозбала жігіттер отырады, артында сойылған ірі қараның тушасы жатады. Сонда Әбдіханов, егер Әбдіханов аудан әкімінің әкімі Әбдіханов болса, 7-сінде не 8-сінде өзінің шаруасымен жүріп, сондай көтеріліс болып жатқан кезде, мына ірі қараның тушасын машинасына тиеп, қайда алып бара жатыр? Бұл күмәнді іс па? Әрине күмәнді. Ал енді аудан әкімі басқа жұмыстармен айналысқанның орнына ірі қараны сойып, өз шаруасымен жүргені болмайтын болса, біздің күмәніміз бар. Сол кезде аудан әкімшілігінің ішінде террористер болып, соларға ас дайындауға алып бара жатқан ірі қарама деп. Өйткені аудан әкімшілігінен террористерді ешкім іздемейді. Астында, менің білуімше, үлкен асханасы бар. Осыны неге тексермейді? Тексерілсін деп айтқанымызға бірнеше уақыт болды, бірақ ешкім тексеріп жатқан жоқ. Мен сізден сұрайтыным, осы Талғар ауданында қаңтар оқиғасын тексеруді өтініп сұраймын, қоғам белсенділері сұрайды. Екінші мәселе, аудан әкімі ретінде қоғам белсенділерін дөрекі сөйлеп, боқтап, аудан әкім Әбдіхановтың озбырлығы, дөрекілігі жөнінде 13 маусымда мен сіздің көмекшіңіз Ернар Беспаевтың қабылдауында болғанда айтқанмын. Бірақ мен Талғар ауданына, Талғар қаласына үйге келгеннен кейін мені аудан әкімі Әбдіханов, аудан прокуроры Қыдырбаев қайтадан маған басқа адамдары арқылы қорқыту, дөрекі сөйлеу, көзіңді құртам дегендей сөздер айтылды. Менің күл-қоқыс сұрыптау станцияма белгісіз біреулер келіп, дөрекі сөйлеп, күзетшіге бағынбай, менің жеке меншік территорияма кіріп, суретке түсіріп, видеоға түсіріп, аудандық акиматтанбыз деп неше түрлі озбырлық жасаған. Былтыр менің полигоным 4 рет өртеді. Ал енді мен сол кезде полиция бастығының атына бірнеше арыз жаздым өртенген жөнінде. 15 миллион шығын болды, бірақ ол менің арызым қаралған жоқ. Бүгінгі уақиға да сол сияқты болуы мүмкін. Менің полигонымды өртеп, маған қоқан-лоққы көрсетіп жатыр, өртейміз деп. Осы жайында мен сіздің көмекшіңізге айттым. Ал енді осыға дейін бұлардың озбырлықтары тыйылмай жатыр. Мен сіздерге аудан әкімі Әбдіханов пен
аудан прокуроры Қыдырбаевтың озбырлықтары жөнінде, олардың істеп атқан істері жөнінде видеозапистерді жіберіп отырмын. Осы видеозапистерді тексеріп, қарап, Әбдіханов пен Қыдырбаевты жазалап, жұмыстан алынсын деймін. Егер де Әбдіханов пен Қыдырбаев жұмыстан алынбаса, мен 8 июль күні сағат 11 мен 1-дің арасында Ақ Орданың алдында өз-өзімді өртеу пикетіне шығамын. Аудан әкімі Әбдіханов менің ар-намысыма тиді деп мені сотқа берді. Сотта ар-намысыма тиген үшін деп 5 миллион талап етіп отыр. 1,5 миллионды адвокатқа төлесін деп талап етіп отыр. Оның жазып отырғаны Әбдіханов менен 9 сотық жерді беру үшін пара сұрады. Мен осы пара туралы жаздым. Одан кейінгі қаңтар уақиғасы кезінде біздің көшеде Айвазовский, Достоевский, Шверника, тағы да басқа 2 көшеде ешқандай полиция қызметкерлері, прокуратура, басқалар келген жоқ, болған жоқ. Біз өз-өзімізбен болдық. Сонда менің айтқаным бар, аудан әкімшілігі қайда? Бұлар не сурок боп індеріне кіріп кетті ма деп. Осыны аудан әкімі менің ар-намысыма тиді деп мені сотқа беріп жатыр. Ал енді осы сотқа берілген Әбдіхановтың арызы маған бұрмаланып, Әбдіхановқа қарай шешіліп жатыр. 2021 жылы август айында Әбдіханов маған дөрекі сөз сөйлеп, мені боқтап, қоқан-лаққы көрсетіп, жазылған видеозаписі бар. Осы күнге дейін қаралып жатқан жоқ. Мен бұл туралы Жасықбаевқа, облыстық мемлекеттік істер жөнінде Бисақұловаға, Бозымбаевқа, Баталовқа жаздым. Бірақ менің арызым қаралған жоқ. Өйткені мен жай зейнеткермін, Әбдіханов әкім. Ал енді Әбдіхановтың ар-намысы бар екен да, менің ар-намысым жоқ екен. Ар-намыстың барлығы әкімдерде екен. Осы жағдай неге қаралмайды? Осы жағдай өйткені оның туған ағасы Павлодар облысының прокуроры, әкесі зейнеткер Алматы облысының әкімінің орынбасары болып істеген. Сонда осындай адамдардың ар-намысы бар екен да, біздің ар-намысымыз жоқ, бізді боқтай беруге болады екен. Осындай жауапты Бисақұлова берді. Ол сізге арыз берді, соны қарау керек, одан кейін барып сіздің арызыңыз қаралу керек. Ал мен айтар едім, мен 2021 жыл бердім арызды. Мені боқтаған үшін, дөрекі сөйлеген үшін, қудалаған үшін. Ал 2022 жылы ол маған арыз береді. Мені сотқа. Сонда бұл қалай болғаны? Құрметті президент, қаңтар уақиғасына байланысты тағы айтылатын бір мәселе, аудандық штаб құрылмаған. Оны аудан әкімінің орынбасары Төреханов барлықтың сөзінен білуге болады. Біраз құжаттар кейіннен артқы числомен жазылған. Оны Төреханов пен Әбдіханов екеуі бір-бірімен ұрыс кезінде Төреханов оның бәрін дәлелдеп берді. Сол дәлелдеп берген үшін, айтқан үшін Төреханов жұмыстан кетті. Бірақ жазылған жазбалар, айтылған сөздер, қағаздар барлығы бар. Екінші тағы бір мәселе, қаңтар уақиғасы кезінде біраз жаралылар біздің аудандық ауруханаға алып келінген. Аудандық ауруханада полиция, прокуратура болмаған. Олардың барлығы аудандық ауруханаға террористер келуі мүмкін деп больницаға жоламай қойған. Оны аудандық акиматқа келген Қараев Асылбектің видеосынан көруге болады. Сендердің штабтары, әкімдерің қайда? Сендердің полицейлерің қайда? Прокуратура қайда деген сөзге аудандық жалпы бөлім басшысы бізде қазір үзіліс, обед деген сөз айтып,
Әбдіхановты болмаса орынбасарларын шақырыңыз мына жерге дегенге жалтарып, бізде қазір обед, так, үзіліс деп жауап қайтарады. Одан басқа қандай жауап күтуге болады? Өйткені Әбдіхановта оның орынбасарлары да жоқ. Сондықтан да осы мәселені тексерулеріңізді сұраймыз. Әке шешем мен туған кезде ұл туды деп қалжа жеді, ұл туды деп қуанды, арлы намысты ұл болар деп тіледі. Мен әке шешемді осы күнге дейін жерге қаратып көрген адам емеспін. Сондықтан да тағы да айтам, мені де ұл туды деп қуанған әке шешемді жерге қаратқым келмейді. Әкімде ар намыс бар екен де, жай зейнеткерде ар намыс жоқ екен. Бұның бәрін сотта барлығы да дәлелдеп бермекші. Егер де Әбдіханов Қыдырбаев жұмысынан шығарылмаса, менің арыздарым дұрыс тексерілмесе, мен өз-өзімді өртеймін.